келесіздер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын мына экрандағы суреттерге назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрсыздар? Бұл күн. Қайсын таңдар едіңіздер? Күн. Неліктен күнді таңдап отырсыздар? Дұрыс айтасыздар. Күн бізге жылу, жарық береді, нұрын шашады. Жарайсыздар, тамаша. Олай болса, күн сөзіне сөз тіркестерін ойлайық, құрастырайық. Күн шықты. Күн жылынды. Күн батты. Шуақты күн. Жайдарлы күн. Ашық күн. Жылы күн. Жарайсыздар, тамаша. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрақты сөз тіркестері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөз тіркестерінен тұрақты сөз тіркестерін ажыратып, мағынасын түсіну. Олай болса, экрандағы сөз тіркестерін оқиық. Шарды үрледі. Шашы қобырады. Қойдың аузындағы шөп. Ал енді оң жақ бағандағы сөз тіркестерін оқиық. Үріп ауызға салғандай. Төбе шашы тік тұрды. Қой аузынан шөп алмас. Балалар, сіздерге оң жақ бағандағы сөз тіркестері түсініксіз деп ойлаймын. Маған шарды үрледі тіркесі түсінікті. Үріп ауызға салғандай дейтін тіркестің қандай мағына беретіні түсініксіз. Олай болса, экрандағы суреттерге назар аударайық. Бұл кім? Бұл бала. Бала шарды не істеді? Бала шарды үрледі. Ал келесі суретке назар аударайық. Бұл кім? Бұл қыз бала. Қыз бала қандай? Қыз бала үріп ауызға салғандай. Үріп ауызға салғандай дейтін үш сөздің тіркесі, яғни сұлу, әдемі деген мағына береді. Мұндай тіркестерді тұрақты сөз тіркестері деп атайды. Келесі суретке назар аударайық. Төбе шашы тік тұрды. Төбе шашы тік тұрды деген төрт сөз тіркесі, яғни қорықты, шошыды деген мағына береді. Қой аузынан шөп алмас. Төрт сөз тіркесі, яғни момын, жуас деген мағына береді. Мұндай тіркестерді тұрақты сөз тіркестері деп атайды. Екі не одан да көп сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіретін сөз тіркесі тұрақты сөз тіркесі деп атайды. Балалар, келесі экрандағы тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қарап, тұрақты сөз тіркесін тауып, мағынасын жазайық. Олай болса, тапсырмаларымызды тексеріп көрейік. Көзді ашып жұмғанша, тез, лезде, жылдам, тайға таңба басқандай, анық, айқын, құлақ аспады, тыңдамады, құлақ қоймайды. Жарайсыздар, тамаша. Балалар,
Келесі тапсырмаға назар аударайық. Әр шарда жазылған сөзге тиесілі сөз тіркестерін тауып, сөйлемдер құраймыз. Олай болса, жауаптарымызды тексеріп көрейік. Қорықты, қуану, тыңдамау, алыста. Қорықты, екі көзі 4 болды. Қуану, төбесі көкке жетті. Алыста, ит өлген жер. Тыңдамау, құлақ қоймау, құлақ аспау. Жарайсыздар, тамаша, балалар, біз тұрақты сөз тіркестің тауып мағынасын жаздық. Ал енді сендер осы тұрақты сөз тіркестерін құрастырып, қандай сөйлем құрадыңдар? Тексеріп көрейік. Анасы келгенше Бекнұрдың екі көзі 4 болды. Олжас ит өлген жерден келгендей шаршап отыр. Айгерім олимпиададан жеңімпаз атанғанын естіп, төбесі көкке жетті. Жарайсыздар, тамаша. Олай болса, балалар, экрандағы назар аударайық. Мына кестеден балалар тұрақты тіркестердің негізгі белгілерін білеміз. Тіркес құрамында кемінде 2 сөз болады. Сөздердің орны ауыстырылмайды. Басқа сөздермен ауыстырып айтуға болмайды. Тіркес құрамындағы сөздер жеке-жеке мағына бермейді. Барлығы бір ғана мағына білдіреді. Балалар, бүгінгі сабақтан біз нені білдік, нені үйрендік? Сөз тіркесін тұрақты сөз тіркесінен ажырата білдік. Тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын түсіндік. Тұрақты сөз тіркестерін қатыстырып, сөйлем құрадық. Жарайсыздар, тамаша. Сабағымыз аяқталды.